Сәлеметсіздер ме, құрметті бастауыш сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыз сіздермен математика пәні. 61-ші сабағымыздың тақырыбы километр, миллиметр. Оқулығымыздың 48-ші, 49-ші беті. Бүгін балалар сіздермен ұзындық өлшем бірліктерімен танысамыз. Біз осы уақытқа дейін метр, сантиметр, дециметр ұғымдарымен таныс болдық. Енді біз сіздермен бүгін километр және миллиметр ұғыммен танысамыз. Ол үшін балалар біз қолымызға сызғышты алсақ болады. Сызғыштың алдындағы бірінші 0 мен 1-дің арасындағы кішкентай 10 сызық бұл миллиметр деп аталады. Яғни балалар 1 сантиметрдің ішінде 10 миллиметр бар. Ал километр деп жатқанымыз балалар бұл ең үлкен ұзындық өлшем бірлігі. 1 километрдің ішінде 1000 метр бар. Олай болса балалар, келесі оқулықпен жұмыс 48-ші бетті қараймыз. Кестеге қараймыз. 1 метрде 10 дециметр бар. Ал 1 дециметрде 10 сантиметр. 1 сантиметрде айтып өткенімізде жаңағы 10 миллиметр бар. 1 метрде 100 сантиметр, 1 дециметрде 100 миллиметр бар. Ең кішкентай жаңа балалар. Ең кішкентай өлшем бірлік бұл миллиметр. Содан кейін сантиметр. 1 сантиметрдің ішіне 10 миллиметр. Содан кейін 1 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Ал дециметрден үлкені метр. 1 метрдің ішінде 10 дециметр бар оқушылар. Ал енді ең үлкені жаңа өткеніміз 1 километр. Оның ішінде 1000 метр бар. Оқушылар, сабағымызды жалғастырамыз. Оқулығымыздағы 4-ші тапсырмаға қараймыз. Бізге тапсырма берген әртүрлі нысандарға жол көрсет, бағыттың ұзындығын анықта. Оқулығымызда бұл көшелердің арасындағы ұзындық жазылған. Біз соған қарап отырып орындаймыз. Мысалы, біріншісі Абай көшесі мен Бейбітшілік көшесінің арасын анықтаймыз. Бұның арасы 6 километр. Ортада Жеңіс көшесі бар. Екіншісі Жеңіс көшесі мен Тәуелсіздік даңғылының арасы. Оның арасы 7 километр. Келесі үшіншісі Республика көшесі мен емхананың арасы. Республика көшесі мына шетте болса, емхана ана шетте. Оның арасында Тәуелсіздік даңғылы да бар, Әйтеке би көшесі де бар. Сонда барлығы 33 километр.